Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Өрлеу білім беру арнасына қош келдіңіздер. Сананы жаңғыртудың мазмұнын негіздей отырып, елбасы жаңғырудың 6 бағытын белгіледі. Атап айтқанда, бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық тұрақтылықты сақтау, білімге талпыну, адамзат санасының дамуы, сананың ашықтығы. Білімге талпыну бағытына тоқталсақ, Өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Маңғыстау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілік арттыру институтында өткен іс-шаралар, курс, семинар кезінде бастауыш сынып мұғалімдері белсенділік танытады. Оқушыларды шығармашылыққа баулитын шығармашыл ұстаздар. Шығармашылық дегеніміз не? Адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға, жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы, ізденуі. Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Мұғалімнің міндеті оқушының бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсете білу. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында тұрған проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады. Олар баланы оқи білуге үйрету, баланы ойлауға үйрету, баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. Жалпы сын тұрғысынан ойлау деген не? Сын тұрғысынан ойлау оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыра отырып, өз ойын еркін және зерттей отырып тұжырым жасау. Сын тұрғысынан ойлау оқушы өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. Ой қозғай отырып, өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген білген білімін талдап тұжырым жасауға бағыттау. Сын тұрғысынан ойлау кезеңдеріне келетін болсақ, қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының әдіс-тәсілдеріне тоқталсақ, тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау, арнайы бір тақырыпқа пікірталас тудыру, ой қозғау, инсерт кестесі, берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс, эссе, шығарма, сауаттылықты ашатын хаттар, тағы басқа стратегиялар, әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу, мәтіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықты табуға, Вен диаграммасы аялдамасы мен оқу стратегиясы, қиялдау арқылы сурет салғызу, сурет салу стратегиясы, кейіпкерге мінездеме беру, өз ойын жазғызу, авторға кейіпкерге хат жазу стратегиясы. Шығармада екі кейіпкердің қарама-қарсы элементтерін сипаттау, қарама-қайшы элементтер стратегиясы, өлең шумақтарын құрастыру, 5 жолды өлең. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту техникасы немен қызықтырады мұғалімдерді? Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен, оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістердің стратегияларының көптігімен, оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының өзге технологиялардан қандай ерекшеліктері бар десек, сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы, қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты барлық жастағы, соның ішінде бастауыш сынып оқушылардың кез келген мазмұнды түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең керекті пікір ұйғаруын таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуға, өздік жұмысының тиімділігін арттыруда, сын тұрғысынан ойлау барысындағы әдіс-тәсілдер білімді меңгерудің әр түрлі кезеңіне қолдануға болатыны тәжірибе көрсетті. Оқушылардың пәнді өздігіне меңгеру деңгейі, сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі оқушының біріншіден сабаққа қызығушылығы артады, нақты өз деңгейінде бағаланады, жеке қабілеті айқындалады, өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді, даму мониторингі айқын көрініп тұрады. Қорыта келгенде, оқушыларда сенімділік артқан сайын олар жұмыс істеуінде жылдамдық, нақтылық көріне басталады. Сыныптағы оқушылардың ұйымшылдығы қалыптасып, топта бірлесе жұмыс жасаулары көз қуантады. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына көмектеседі. Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп, қабілеті ояту, жаңа рухани күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады. Оқушылар қазіргі таңда топпен, жұппен жеке жұмыс атқара біледі. Өз ойларын ашық, нақты және сыни тұрғыдан ойлай біледі. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтеріледі. Егер де жаңа технология элементтердің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым келеді. Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында.